Hello everyone, how are you today? Today we speak about saying before you speak, the theme of our lesson here. And today we speak about direct and indirect speech in English. Саламатсыздар ма құрметті қатысушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы saying before you speak, яғни сөйлемей тұрып ойланып ал, немесе ойланбай сөйлеме, біз қазақша солай айтамыз. Енді бүгін біздің тақырыбымыз, грамматикалық тақырыбымыз төл сөз бен төлеу сөздер, прямая и косвенная речь. Енді бізде ағылшын тілінде де, қазақ тілінде де төл сөз бар, төлеу сөз бар, сол себепті мен қазір құрметті қатысушылар демонстрация экран тақтамызға барайық. Тақтамызда біздің төл сөзіміз, төлеу сөзіміз деген ағылшын тілінде қалай болады, соны жаза кетейін. Мінекей. Бүгін төл сөз, төлеу сөз жаңа тақырып болғандықтан мен бұның түсін жасылға айналдырайын. Енді қараңыздар. Indirect. Бірінші direct'ті бастайыншы. Direct and indirect speech. Мінекей. Мұнда құрметті қатысушылар, бізде төл сөз және төлеу сөз деген бар. Біздің мысалы біреудің сөзін дәлме-дәл жеткізу, ол бізде төл сөз. Ал біреудің сөзін кішкене мағынасын өзгертіп жіберетін болсақ, онда ол бізде төлеу сөз деп аталады. Енді төл сөз дегеніміз direct дедік, indirect дегеніміз төлеу сөз. Мысалы мен бір мысал келтіріп жіберейін. Төл сөз дегеніміз I go to school every day. I go to school every day. Every day. I go to school every day. Бұл бізде төлеу сөз. Төл сөз, то есть direct speech. Енді мен бұны indirectқа айландыру үшін, мысалы мен айтамын, ол айтты, She says, she goes to school every day. Every day. Ал құрметті қатысушылар, енді мұнда қараңыздар, сіздер көріп тұрған кезде I go to school every day бұл direct төл сөз. She says she goes to school every day. Мұнда біз мынау сөйлемді, яғни сол жалпы тек қана есімдіктерін ауыстырып, яғни сол жақта қалдырдық, төлеу сөз. Мысалы, біреудің әңгімесін тікелей жеткіздік. Немесе қараңыз, мен біреудің қалай айтсам екен, төл сөз бұл автордың сөзін тікелей өзгеріссіз жеткізу. Мысалы, қараңыз, біз біріншіде айтқанымыз мына жерде, мысалы, оның баратын айтты, ол барам деп айтты. Енді мен айтатын болсам, менің достарым, мысалы, менің достарым былай айтты дейікші. My friends say. Say деге. Менің жоқ, достарым емес, досым. My friend says деге. My friend says, мен досым айтты. Не деп айтты? Ата скобочканы қоя қояй. I have bought, мысалы, I have bought a new dress деге. New dress дедік. Мен көйлек алдым деге, мысалы, болды. Енді сіздер осыны, мысалы, төлеу сөзде қалай айтамыз? Мысалы, my friend says, қалдырамыз басына. Енді қараңыздар, she has bought a new, например, dress. Мұнда сіздер көріп тұрғандай, біз тек қана есімдікті өзгерту арқылы мысалы жасап отырмыз, төл сөзде. Енді біз төл сөзде, егер де here деген сөзді айтатын болсақ, ол төлеу сөзде there деп өзгеріп кетеді. This деп айтатын болсақ, немесе көпше түрде this деп айтатын болсақ, ол төлеу сөзде бізге that немесе those болып өзгеріп кетеді. Мысалы, now деген сөзіміз бар. Now деген сөзін, мысалы, then деген сөзге өзгеріп кетеді. Бұл төлеу, төл сөзбен төлеу сөзде, яғни келетін сөздер. Today деген сөзіміз төл сөзде today болса, мысалы, ол that day болып кетеді. That day. Қазір мен бір мысалды келтірейін.
сіздерге today деп өзгеретіндер, иә. Потом yesterday дегеніміз мысалы. Yesterday кеше дейтін болса, онда бұл бізде the day before. The day before бұл өзгеріп кетеді. Немесе ago. Ago бізде өзгереді before. Келесі tomorrow бізде өзгереді the next day. Мінекей. The next day деп өзгереді. Мысалы, біз мынандай сөйлемді айтайықшы. Мысалы, егер де бір төл сөзіміз біздің андай восклицательный знакпен келетін болса, иә, мысалы, бір ақбота біреуге жаңа сестренкасына айтты, көшеде ойнама деп айтты дейтін болсақ, иә, онда бұл бізде төлеу сөзге айналған кезде андай бұйрық райып кетеді, инфинитивқа айналып кетеді. Мысалы, мына қасына бір деп қояйын да, иә, сіздерге мынандай бір леп сөйлем айтайықшы. Мысалы, ақбота is не деп айтты екен? To her little sister. Little sister, скобкамыз аша қояйын. Little sister не деп айтты дейді? Don't play sayықшы. Ойнама дедік, бір нәрсені ойнама, немесе көшеде ойнама дедім. Жақсы. Енді мен осыны төлеу сөзге айландыратын болсам, былай айтамыз: ақбота. Настоящий ауызартамыз tells, айтты. Her жаңағы sister, немесе little sister, her sister not to play. Бұл жерде міне сіздер көріп тұрғаныңыз infinitive болып кетеді. In the street ба, или not to play with this toy. Мүмкін, иә, мүмкін ойыншықпен ба айтып бірдеңкемен ойнасын или ойнамасын деген сияқты. Мінекей, бұл жерде біз көбінесе осындай, яғни өстіп өзгертеміз. Енді қалай айтсам болады сіздерге, иә? Мысалы, мен айтайыншы сіздерге, былай мысал келтірейін. Егер ағылшын тілінде біздің жаңағы төл сөзіміз осы шақта келсе, ол өткен жаққа ауысып кетеді. Міндетті түрде ауысып кетеді. Жақсы ма? Міндетті түрде ауысып кетеді. Мысалы, немесе is болатын болса, иә, ол бізде was ауысып кетеді. Иә? Ал егер are болатын болса, were ауысып кетеді. Мысалы, осы шақ өткен шаққа ауысады. Do, does болса, did ауысып кетеді. Сызықша қояйын, did. Мысалы, have, has болса, had ауысып кетеді. Have, has дегеніміз had ауысып кетеді. Немесе can дегеніміз could ауысып кетеді. Осы шақта болса. Will болса, would ауысып кетеді. Would ауысып кетеді. Осы шақтағы сөздеріміз, мысалы, go, no, won't дегендер міндетті түрде неге ауысып кетеді? Айта қойыңыздар. Өткен шақтағы, мысалы, go болса went, no болса knew, want болса wanted деген сияқты ауысып кетеді. Енді мен сіздерге бір кішігірім бір мысал келтіре кетейін, мынаны түсіндіңіздер, скрин жасап аласыздар. Немесе осыны. Мысалы бір мысал келтірейік. Біз I play football every day дейікші. Every day. Мына бізде төл сөзіміз. Енді мен бұны сызықша қоямын да, төлеу сөзге айналдырамын. He said. Көрдіңіздер ме? He said, ол айтты. Он сказал. He played. He played. Біздің he played'іміз неге кетті? Яғни төлеу сөзге айналып кетеді. Football every day. Міне. Бұл бізде бірінші төл сөз бен төлеу сөз.
Мысалы, I do my homework every day десем, например, he said he did his homework every day болады. Мысалы, Julia has a new job дейікші. New job. Yeah. Julia has a new job. Мысалы, he said Julia жаңа айттық, иә, has'ымыз hadқа айналып кетеді. Has a new job. Мінекей. Мұнда сіздер көріп тұрғандай. Егер де, мысалы, I am playing, мысалы, cheese десе келейін. I am playing. Мысалы, I am playing не десек болады. Baseball сағыш. Сіздер білетін, иә. Ал енді бұл I am-ымыз was playing ауысып кетеді. He said, he played, жоқ, he was playing, мысалы, baseball. Baseball деп өзгереді. Am-ымыз was-ға өзгеріп кетеді. Мысалы, I am going to play болса, he said he was going, например, to play деген. Мысалы, I can play football десе, yeah? I can play football десе, ол бізде міндетті түрде he said he could, yeah? Could ауысып кетеді. Play football. Мінекей. Біздің жаңағы сіздер өткен. Ал егер бізде өткен шақта болатын болсашы әңгімеміз, иә? Мысалы, он играл футбол жеткізетін болсақ, біреуге косвенный речьқа, иә? Паста, past simple'да. Мысалы, he played футбол десек, косвенный речьімізді бұл бізде perfect'қа кетеді. Perfect. Ол қалай perfect? Мысалы, past perfect'ке ауысып кетеді. Себебі бұл жақта past өткен шақта тұрады. He said, қалады. He said, he had played. Так, мұнда he said, he had played болып кетеді, иә? He hated football. Бұл жерде міндетті түрде біз past perfect'ке айландырып жібереміз. Сіздерге осы түсінікті деп ойлаймын, иә? Төл сөз, төлеу сөз ағылшын тілінде. Әрине, бұл кішкене қиындау болып келеді, төл сөз, төлеу сөз. Себебі оларды біз міндетті түрде жаңағы міндетті түрде практиковать етуіміз керек. Енді бізде еще төлеу сөзін, мысалы, біз тек қана біз утвердительный формасын алып отырмыз ғой, иә? Болымдысын. Енді бізде сұраулы сөйлем бар, соны айтып кетемін. Мысалы, how are you дейікші. How are you? Мысалы, деп біреуден сұрады, иә, мен біреуге жеткізейін деп тұрмын. Ол менің қалым қалай деп сұрады деп айту үшін. Мысалы, he asked, иә? Бірінші сұрады ғой ол. He asked. Кімді? Мені. How? Қараңыздар. How? I was. Қараңыздар. How are you? Біз айттық. Are you, иә? Қалың қалай? Was-ға ауысып кетеді дедік. Иә? Was-ға ауысып кетеді. Енді, мысалы, what is your name деп сұрады дейікші, біреуден what is your name деп сұрады дейік. What is your name? Ал енді мен оны айтайын деп тұрмын. Мысалы, ол қыз, ол баладан оның аты кім екенін сұрады деп айтатын болсақ, мысалы, she asked болады, міндетті түрде. She asked. Енді ары қарай кімнен, одан, him, what, мұны қараңыздар. What his name was. Бізде қосымша етістігіміз сөздің соңында қолданылады. Егерде бізде осындай сұраулы сөйлемдер болса. Енді модальный глаголдар өзі осы шақпен өткізеді. Can could-ға ауысып кетеді, might-ға ауысып кетеді, must had to-ға ауысып кетеді, would-пен қалады, мысалы. Could-пен қалады егер екеуі де. Анау косвенный речьта да, прямой речьта да, төл сөзде де, төлеу сөзде де could болса, онда could болып қала береді. Could, might деген сияқты өткен шақта айтылған болса, ought to бұл тек қана модаль етістіктерге. Енді бізде жаңа айттық, tomorrow да, енді yesterday,
next week дегендерді айттық, иә? Мысалы, ago, here, this дегендерді айттық. Оларды өзгертуді айттым. Болды, жалпы бүгінгі грамматикалық тақырыбымыз, енді біз көбірек бұны практиковать етуіміз керек. Оны практиковать ету үшін, құрметті қатысушылар, мен сіздерге қазір біздің платформамызға барайық. Платформамыздың бірінші тапсырмасы listening. Иә, listening тыңдаңыздар. Міне. Қазір айналып жатыр, құрметті қатысушылар. Кішкене күте тұрыңыздар. Бізде бірінші тапсырмамыз тыңдалым, иә? Міне, тыңдалымды аша қойыңыздар. Мына жерде аудио тұрады. Осы аудио материалды қосасыздар да, мына алдыларыңызда тұрған тексті мұқият тыңдайсыздар, және мына бос орын тұр ғой мына жерде. Осы бос орынды толтырасыздар. Иә? Мұқият тыңдаңыздар, және бос орынды толтырыңыздар. Мен қазір сіздерге қойып берейін аудионы, өзінің бар жоғы бір ғана минуттық аудио. 2-3 мәрте тыңдаңыздар. 2-3 мәрте тыңдаңыздар. Себебі біздің миымызды соған үйретіп аламыз. Одан кейін барып берілген тапсырманы орындайсыздар. Жақсы ма? Listenaminute.com. Statistics. There are lies, damned lies, and statistics. I like this saying. It means statistics lie even more than the biggest lies. It's true. Statistics can be used to dress up any numbers. Politicians always use statistics to let us know things are much better than they really are, or sometimes to show things are much worse. Most governments have departments that pump out statistics. I actually like statistics. It's interesting to look at the figures and make comparisons. I also like trying to find patterns in the numbers. My favorite statistics are about football. I can look at football stats for hours. The statistics I don't like so much are those about my finances. There's lots of red ink with these numbers and lots of minus signs. Ал құрметті қатысушылар, міне бұны тыңдап болғаннан кейін келесі writing тапсырмасына көшеміз. Енді мынау writing тапсырмасында қараңыздар. Мынаны біз айтуымыз керек, мынау берілген бос орындарды толықтыруымыз керек. Бос орындарды толықтыру үшін, мысалы, қараңыздар, with the word say and tell, мысалы, айтты, либо say, либо tell деген сөздермен толықтыру керек бізде. Бұлай айтты, немесе сұрады деген сияқты. Енді келесіде мынау сөздерді аударамыз, берілген сөздерді. Мынау бізде she said, қараңыз, she said to me, open the window дейді. She told me, біз айтты. Осы шақ болса, оны өткен шаққа аударамыз деп. Сөйтіп, ал егер де бұл жерде бұл андай лепті сөйлем болса, біз бұны міндетті түрде инфинитивпен қолданамыз дедік. Сол себепті, яғни осы 5 сөйлемді аудара қойыңыздар. Аударып, төлеу сөзге айландырасыздар. Келесі бізде speaking. Speaking тапсырмамызды ашамыз. Speaking тапсырмамызда сіздерге берілген видео материалды мұқият қарап танысып шығыңыздар, және астындағы 5 сұраққа жауап бересіздер. TED дегеніміз не ол ұнайды ма, сізге ояқта айтатын тапсырмалар ұнайды ма? Осы 5 сұрақтың жауабын беріп болғаннан кейін келесі біз reading оқылым дегенге барамыз. Оқылым ол біздің соңғы, яғни бүгінгі тапсырмамыз. Осы жерде, яғни дұрыс берілмеген сөздерді тауымыз керек. Дұрыс берілмеген сөйлемдерді табамыз. Яғни тауып болғаннан кейін оқимыз және аударамыз. Енді құрметті қатысушылар, бізде үй тапсырмасына келейік. Осы бүгінгі соңғы сабақтың үй тапсырмасы, яғни аудионы тыңдайсыздар, бұны орын толықтырасыздар. Сонымен бұл біздің соңғы аудиомыз. Мына жерде, яғни әңгімені толықтырасыздар. Өздеріңіз қандай мүмкіндік келген сөздер тұр ғой? Say, tell, speak, talk, discuss, persuade, give, convince, deny, turn down деген. Яғни осы сөздерді орындарына қойып, дұрыс формада қойып шығасыздар.
Келесі спикингта мінекей видео берілген екен сіздерге. Сол видеоны мұқият қарайсыздар, танысасыздар және оның астындағы 5 сұраққа жауап бересіздер. Ол 5 сұраққа жауап беріп болғаннан кейін бізде readingта мінекей берілген сөздерді текстің ішіне қоямыз және текстті аударып шығамыз. Оны істеп болғаннан кейін, құрметті қатысушылар, сіздерде астында отправить на проверку деген көк не шығады, кнопка, сол кнопканы басып бізге жіберіңіздер. Бір, екіншіден, құрметті қатысушылар, егер сіздерде қандай да бір сұрақ туындайтын болса, міндетті түрде бізге жазыңыздар, чатқа жазыңыздар, және де сіздерге жіберіліп отырған ссылка бойынша сабаққа кіріңіздер. Осы платформада жұмыстарыңызды жасап, бізге жіберіп тұрыңыздар. Біз соны сіздерге тексеріп, қайтадан өздеріңізге жібереміз. Ал құрметті қатысушылар, мынау біздің соңғы сабағымыз. Келесі сіздердің ағылшын тілдеріңізді оқып, оны дамытуға сіздерге сәттілік тілейміз. Мына платформамен ары қарай жұмыс жасауларыңызға болады. Жақсы, сау болыңыздар. Bye.